Баршаңызды әлемдегі күллі мұсылмандар үшін қасиетті Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Халқымыздың рухани дүниесінде ерекше орын алатын мейрам аясында бүгін біз бір жыл бұрын кірпіш қалаған Родина ауылындағы Наубай Мұқыш ұлы атындағы жаңа мешіттің салтанатты ашылу рәсіміне қатысып отырмыз. Баршаңызды осы шарамен шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі таңда еліміз конфессияаралық диалог пен келісімді дамытудағы үлкен тәжірибесі бар. Әлемдік қауымдастық мойындаған татулық тұрақты, бірлігі берік, егемендігі еңселі мемлекет ретінде қалыптасты. Бұл мемлекет басшысының тәуелсіз елдің ұстанған бақыт бағдары дұрыс екенін дәлелі. Иманды елдің ырысы мол дейді дана халқымыз. Елімізді халықтың рухани құндылықтарын дамыту үшін барлық жағдай жасалған. Бүгін таңда өзіміздің Ақмола облысында 80 астам мешіт бар. Олардың 11-і соңғы жылда пайдалануға берілді. Бүгінгі осындай игі шарада басымызды қосып кездесіп отырғанымызға себеп болған Иван Адамыш Сауырға барша ақмолықтар атынан шексіз алғысымды білдіремін. Ардақты ағайын, осынау ізгілікпен, мейірімділік, жақсылық пен қайырымдылық мейрамы аясында ашылатын жаңа мешіт тек құлшылық ордасы емес, сонымен қатар рухани, мәдени ағарту, бірлік пен берекенің әр қайырымдылықтың орталығы болады деп сенемін. Бүгінгі мереке аясында өңірдің ауыл шаруашылық тауар өндірушілері де осы игілікті істен қалмай мешітке су жаңа Лада Грант автокөлігін Иван Адамович мешіт имамына тұрған үйді сыйға тартып отыр. Бұл өте жақсы бастама. Жүрегі елім, жерім деп соққан азаматтардың қосқан лайықты үлесі. Баршаңызды келіп жеткен қасиетті мейрам Құрбан айт мерекесімен және мешіттің ашылуымен тағы да құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, ынтымақ пен бірлік отбасыларыңызға құт береке тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айттан айтқа аман есен жете берейік.